Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сөйлем мүшелеріне қарай талдау әдісін көрсеткім келіп отыр. Жалпы сөйлем мүшелеріне сұрақ қойғанда сөйлемдегі кез келген сөзге сұрақ қоюға болмайды. Сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен грамматикалық байланысының ізімен белгілі болған мүшеден белгісіз мүшелерге қарай сұрақ қою керек. Мысалы, менің көрсеткелі отырған мысалым: Абай бір топ кісімен үйге кірді. Абай бір топ кісімен үйге не істеді? Кірді. Баяндауыш болады. Бір топ кісімен үйге кірген кім? Абай. Абай кірді. Бір топ кісімен қайда? Үйге. Ол пысықтауыш болады. Жаңа айтып өткенімдей, белгілі болған сөйлем мүшелерінен белгісіз болған сөйлем мүшелеріне қарай сұрақ қою арқылы тауып отыруымыз керек. Абай үйге кірді. Кіммен? Кісімен. Бұл толық тауыш болады. Абай кісімен үйге кірді. Қанша кісімен кірді? Бір топ кісімен кірді. Бұл анық тауыш болады. Сонда бірінші сұрақ қою баяндауыштан басталады. Не істеді? Кірді. Кірген кім? Абай. Қайда кірді? Үйге кірді. Кіммен кірді? Кісімен кірді. Толықтауыш. Қанша кісімен кірді? Бір топ кісімен кірді. Міне осылайша сөйлем мүшелерін рет-ретімен талдай аламыз. Сонда оңайырақ болады талдау жұмысы.